Нағыз қазақ қазақ емес, нағыз қазақ домбыра деп жырлаған белгілі ақын, аудармашы, Қазақстанның халық жазушысы Қадыр Қиянатұлы Мырзәлі 1935 жылы 5 қаңтарда Орал облысының Жымпиты кентінде туған. Қадыр Мырзәлі өмір бойы қолынан жүйрік қаламы түспеген үлкен дарын, үлкен талант иесі. 1958 жылы Қазақ мемлекеттік университетінің филология факультетін тәмамдаған. Еңбек жолын сол кезде жаңадан ашылған балалар журналы Балдырғаннан бастаған. Жұлдыз журналы редакциясында поэзия және сын бөлімінің меңгерушісі, жауапты хатшы, бас редактордың орынбасары. 1968-1970 жылдары жазушы баспасында қазақ поэзиясы бөлімінің меңгерушісі, кейін Қазақстан жазушылар одағында поэзия секциясының кеңесшісі болған. Тұңғыш туындысы 1954 жылы Пионер журналында жарияланған. Құрметті оқырмандар, сіздердің назарларыңызға Қадыр Қиянатұлы Мырзәлінің 90 жылдық мерейтойына арналған Туған елдің қыраны атты өлеңдер галереясын ұсынамыз. Қуын бейет, тұра шышқа, қозы қошқар, бұзау, бұған, көже қоян, бақа шаян, тұрғай, шымшық, сен қал, сен шық. Задача. Кадыр Мырзали. Из 5-4 груши просил сосед Петруша. Значит, следует найти, что осталось от 5. Я сижу и чуть не плачу. Не могу решить задачу. И зачем ее решать? Лучше все ему отдать. Выразительное чтение от Ульяны Коваленки. Кто куда идет? Куда скачешь, вол, беглец? Я бегу задрать овец. Ты зачем бежишь в корсак? Не хочу попасть в просак. Хорь, куда тебе спешить? Собираюсь кур душить. А тебе, медведь, куда? Где малина, ягода? А тебе куда, барбос? Я овец спасти в колхоз. Несправедливость. Помогать стараюсь маме, в магазин пешком хожу, в лес шагаю за дровами и за грядками слежу. Полощу в тазу пеленки, иногда варю обед. Незаметно, что сестренки у меня на свете нет. Без отказов, без упреков помогаю я всегда, а вот мама мне уроков не готовит никогда. Мы ссоримся порой, но вообще все в порядке. И кто из нас, какой герой, решить мы можем в схватке. Все в синяках домой идем, но мама мне по слову, иначе нас гулять вдвоем они не пустят снова. Мне же ребенка подарил отец в одну из зим. Я помню, мне он говорил, что я ровесник с ним. Покоя нету мне ни днем, ни по утрам с просонок. Мой же ребенок стал конем, а я еще ребенок. Бір бұтақты бір алма, бір бұтақты бір алма, бір алмаға бір алма, екі алма болып тұр алда. Бір бұтақты екі алма, бір бұтақты екі алма, төрт алма ұжыны жалғыз жеп, тыныш жата алма, ұйықтап жата алма. Бір бұтақты үш алма, бір бұтақты үш алма, алты алманы мен алсам, боласың сен пұшайман. Бір бұтақты төрт алма, бір бұтақты төрт алма, сегіз алма. Алында достарым, 8 алма ортанда, бір бұтақты 5 алма, бір бұтақты 5 алма, 10 алманы бар орнына, қандай жақсы қоса алған.